Егер намаз оқылса, біз бармыз. Намаз оқылмаса, біз жоқпыз. Жоқсың, қанша өзіңді бар қылам десен де бұл жердің бетінде. Көрдің бе? Көршіңнің ал. Егер намаз оқылса, біз бармыз. Намаз оқылмаса, біз жоқпыз. Жоқсың, қанша өзіңді бар қылам десен де бұл жердің бетінде. Көрдің бе? Көршіңнің алдында барсың, туысқаныңның алдында барсың, ата-анаңның алдында барсың. Ал оқылмаса, Алланың алдында жоқсың. Сапта жоқсың ғой, азан шақырылды, сапта жоқсың. Сондықтан намаз ерекше мағынада жеке атап жатыр Алла Тағала. Тіпті осы 5 уақыт намаздың өзін бұйырғанда да, басқа амалдарда Алла Тағала Жибрилмен осындай уахи түсіріп, Құранмен осылай түсіп жатқан кезде намазды Алла Тағала Миғражға көтеріп өзі берді ғой.